Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі да қаха бойле малюмат. Қырымдада 3 адамда COVID-19 хасталығы белгіленді. Коронавирус дарқалуына қаршы оператив штабның бүгінгі топлашуындан яңы тafsilatlар. Ақмезжеттегі Кубанска соқағында ев янда, шымдықы вақытқа не белі. Ақмезжетнің микрорайонында янған трансформаторда насыл ақыбетлер қалды. Ялтада самоизоляция низамы насыл кече. Қырымда ратлық күнлері девамында COVID-19 яны хасталанғанлар қайдатылды. Олардан бұрысы Керіч шерінің 85 яшлы сакені. Оны Керіч хаста қанесінің аэробоксына ерлештірділер. Екінші хаста Ақмезжетле оңа хасталық Москвадан келген ұғудан юқты. Сейчас главная задача установить все контакты, все, с кем общались заболевшие, инфицированные коллеги. Üçüncü hasta Moskvadan qaytып келді. O ОРВИ хасталығының алиметлерінен тібей мөсесеге мұраджат атты. Бүгінгі күнде онен алақада болынған бұттың инсанлар обсерваторға ерлештірілді. Яңы хасталанмаларының ақыбеті веда жеде изоляция чарелері. Бұл ведегер меселеріні COVID-19 хасталығының яйлмасыны оғын алмақ үшін оператив штабның топлашуында мұзекере еттілер. Tafsilatlар невбетте көлеп хамызда. Қырымда чершембе күнінден башлап изоляция низамыны бозған ватандашларға пара жазасы берележек. Если у человека возникает необходимость выйти за тем, что без чего невозможно там прожить, я говорю, лекарства, продукты, то есть он должен это беспрепятственно осуществить и иметь на это все основания. И наоборот, соответственно, что если это праздно шатающийся, к нему должны быть применены все меры. То есть вот на это мы берем 2 дня просто-напросто, чтобы детализировать все без исключения процессы, с МВД все согласуем и опубликуем. Коронавируснен хасталанған бір қырымлы себебінден 8 тіби хадим обсерваторға тұшты. Шымдекі вақытта незарет алтында 64 адам болуна. Олар эпасы хасталанғаннен алякада олған еділер. 27 человек – это те лица, которые с ним одномоментно находились в приемном покое, там, в амбулатории, которые приходили по другому поводу в лечебное учреждение, и они также поставлены под медицинское наблюдение, они не госпитализированы в обсерватор как контактные 2-го порядка, но тем не менее они находятся под медицинским наблюдением и изолированы на дому. И 22 человека – это члены семей медицинских работников и лиц, которые контактировали с ним предметно. 65 yaşından büyük olған қырымлыларға елға çıkmak için мақсус пропуск керек. Акимет рейсі Юрий Гацинюк хабер еткеніне көре бойле весиханы алмақ үшін герли мемориетке мұраджат етмек керек. Такой механизм сегодня будет разработан, и завтра в течение дня будет доведен сам механизм главной администрации, каким образом выдача пропусков будет осуществляться. Ордуға елла вақытынже кечірілді. Бар чағырылығы 1 апрель күні башланды, ама Қырымның арби комиссары білдіргеніне көре военкоматқа аскерлер 20 майыстан сон келі башлайжақ. Прошлой весной мы где-то уже 10 апреля отправляли первые команды, то сейчас ориентировочно, это опять же не точно, на 20 мая. А мероприятия подготовительные, все, которые осуществляться должны с 1 апреля, я перед вами ходатайствовал, мы перенесли пока на 20 апреля. Если будет необходимость, можно еще будет перенести. Қырымда хасталанғаларының сайысы 32 адамға етті. Олардан 23-і керсетілген 9-ы ички. 12 адам яқшы олды. Тиби незарет алтында ән бұчуқ бендензияды адам болуна. София Шукурова, Руслан Минаев, Миллет үшін. Бүгін сабай Ағмұрча көңін бір қысмы интернетсіз қалды. Зарар көргенлер арасында теплично яшлық Вевели Ибрагимов адына соқақлары ақсавлар қаза себебінден юз берді. Бетон қарыштырған араба сылып қалған телеріні озды, арабаның айдавжысы қаза юз берген ерден қачты. Изоляция вақтында сәкенлерге интернет ер вақыттан чух керек. Все проходят уроки через социальные сети, мы переписываемся с учителями, получаем домашнее задание, фотографируем, отправляем. Сейчас в связи с таким положением мы не можем это осуществлять домашнее задание. Мы должны были зайти на сайт нашей школы, посмотреть задания и найти электронные учебники и по ним заниматься, но в связи с тем, что у нас выключили интернет, мы не смогли этого сделать. Шымды провайдер тамират ішлерін алып бара, интернет бор сутка ішінде чалышы башламақ керек.
Рамазан айында олажақ ясақлар. Сауди Арабистанның акимияты мұқадез ай девамында көтлевей намаз ve ифтарларға ясақны девам еттірмеген етлене. Бұл коронавирус хасталығынен бағылы. Сауди сағлық сақла везірлігінің ресми векілі Мухаммед Абдель Али илан еткенне көре пандемия ксілмегенже более чарелер бақылажақ. Қатырлатамыз айны бұл себеплерге бинайын Сауди Арабистан девлетті Мекке ве Мединедегі жемелеріні қапатты. Акимиет мұсылманларыны шымдылық ажылыға чықмамаға чағырап. Ахмеджетнан Ахмедшет районында энергетик кергінлік чеші толғаны себебінден екі yüзден зәде айле техниканы çalıştырып оламай. Не үшін боле олған ақында бізім левхамызда. Выключился свет, потом включился и с подвала пошел дым. Бірхач дақай ішінде Владимир Чебедьканын мағазы түтіннен толды. Открыл сюда дверь, здесь было полное задымление в подвале. Полное. Я пробежал сюда и, слава богу, успел затушить все. Рамазан Муртазаев Белгесая рогінде отырған вақыт түтін қоқысыны дойду. Қорқып бірден бабасына чапып барды. И он пришел и посмотрел, и здесь загоревшие. Потом мы пошли автомат выключили. Потом опять включили автомат, начал телевизор гореть. Эмине Халилова кергенлік бірден көтерілген вақыт ода ішінде зарядка еді. Анлашылған дауышларны әшітіп, бұ не екенлігіні анламақ үшін чықып бақты. Что-то щелкнуло. Я решила, что это крышка от унитаза. Ну, на этом закончилось. Потом до 7:30 я включаю новости, смотрю. Вот. Я включила телевизор, что-то он не это сам. И вдруг меня осенило, это автомат выбил, думаю. Пойду включу автомат. Включила его, что-то заискрило. Янгынын себебі трансформаторның бір қысмы сынғанын бағылы. Бұның үшін электрик кергенлік 350 вольтқача көтерілді. Кто будет ущерб оплачивать? Суд. Через суд будем доказывать. Ну, понятно. Трансформатор тамамшы күні денештірілді. Электрик донатмаларны есе зарар көтіргенлерінің evінде тешкірмеге ұныттылар. Электрик әлетлер үштен чыққаны ақта Крымэнерго хадимлері білейділер. Они обязаны составить соответствующий акт. Должностные лица этот акт подписывают, в том числе подписывает этот акт сам абонент, если он с ним согласен, если не согласен, но свои замечания также вписывает в этот акт. В случае, если сотрудники Крымэнерго отказываются составлять акты, либо вообще приезжать на место, тогда у заявителя есть возможность обратиться в Роспотребнадзор, вызвать соответствующую комиссию, которая произведет все необходимые действия. Ерлі сәкінлерден Крымэнерго идаресіне енді 55 ариза келді. Олар бақылajaq. Адамлар зарар өдележігіні беклейлер. Есть специальная норма закона, которая устанавливает ответственность субъекта электроэнергетики по возмещению вреда перед абонентами. В данном случае это статья 38 Федерального закона об электроэнергетике. Мүлкиет зарарындан ғайры адамлар рухи жеттен де зарар көрделер. Оны өдейжеклер ме? Шынды Қырымда әркез карантинде болынған вақыт техниканы нерде тамир etmeli? Bu sualge da cevaplar yok. Bizim muharriyetimizde Krımэнерго idaresine sorav yolladı. Cevapını bekleyimiz. Onu seyircilerimizge yetkizmek için vaziyetini nizaret etemiz. Sefiye Şukurova, Sivila Меметова, Арсен Фукала, Рамазан Аливапов, Millet için. Ахмеджетнің Кубанская соқағында яшалмаған ев янды. Янгын 12 апрельден 13 апрельге кечкен гежесі башланды. Янгын ернемчес хадимлерінің екі группасы 5 даққа ішінде етіп келділер. По прибытию на место при проведении разведки было выяснено, что произошло возгорание на площади 40 квадратных метров в неэксплуатируемом здании. В 23 часа поступило сообщение, в 24:10 была дана полная ликвидация пожара. Зарар көргенлер yok, янгын себебі белгілене. Ратлық күнлері 46 янгын юзберді. Уларның сырасында таби янгынлар да бар. 76 елы велсі апрелінің 13-інде Ахмеджет ешғалжелерден азат етілген ада. Шер 865 күн девамында немселерінің ұкымдарлығында болынған ада. Фашистлер пейда олғанын партизанлар отрядлары да пейда олды. Шерде ilk подпольщиклер әрекеті башланды. Олар Қырым партизанларының бақтызып, оларға чешет малюмат береділер. 1944 сенесі апрелінің 8-інде Қырым операциясы башланды. Освобождение Симферополя началось, как ни странно, не со стороны Джанкоя с севера, а с востока. Вот там, где сейчас Слобода, вот оттуда в город вошли советские танки, колонны, и партизаны вошли со стороны Лозового. Большую роль сыграли подпольщики. Они предотвратили взрывы зданий.
потому что немцы подготовили и мосты взорвать, и здания, они успели это предотвратить, просто по следам шли и тут же резали провода. Это их огромная заслуга. Спасли театр, спасли многие вещи. 1944 апрелден 13-де ақшам Совет ордулары Ақмесжетні азат аттылар. Операцияда іштирак еткенлері үшін 11 орду қысмына Ақмесжетлі шерефлі унваны берілді. Керет шерінде қафлы тапылма Қырым құртарыжылары Улы Ватан Женкі деварынден қалған бомбаларны зарарсыз алға кетірділер. Телукелешелеріні Керет шерінің апасына қасабасында таптылар. Андан оларны мақсыз полигонға алып кетіп, йоқ еттілер. Бақчасарай районындаки Қобазы көнде турист қайдан тұшты. Қыз дақлы Қырым бойынша бір күнлік кезінтіге чықты. Қая ұстынден тайды ве еқылды. Ең чоқ зарар аяқларға келді. Қаза юз берген ерге Крымспас бригадасы ве Февкуляде вазетлер везірлігінің мақсыз отряды етіп келді. Әжіле ярдым машинасынан қызны хастаханеге еткізділер. Қырым сыныржылары күчі кемелерде денізге чықув қайделеріні қатырлатылар. Изоляция низамы лағу етілген сон бөле сыныржылық низамыны қатырламақ керек. Ойчкі сывлар сыңырында белгіленмеген, ама кеме денізінің территориаль қызмына чықажақ олса, оның капитаны сыныржыларға буақта хабер етме керек. Яны сыныржыларға берілежек мәліматта кеменің нөмірасы өзежек тарафы ве анда бұлынған адам миғдар олмалы. Бұндан да ғайры еркезнан янында паспорты геже вақтында есе ерні белгілейжек мақсус техника олмалы. Тәфсілатлы мәліматы даренің ресми сайтында ерлештірілген. Бүгін ве ярын Қырымда көчлі суықлар бекленілі. Чөл ве дағлы районларда топрақ ве аванын арареті 1 ве 6 дәрежеден ашағы төшежек. Боле вада ЖКХ ве энергетика беклерінде чешіт қазалар олмасы мүмкін. Көй қожалық малары да зарарлана бөле. Февкуляде вазет чықса 101 ве 112 номерлар бойынша телефон ачыныз. Біз есе ярым ада шерлерінде пандемия режимі насыл кечкеніні көзетмеге девам етеміз. Бүгін Қырымның женбей ялысына ел алдық. Ялта сәкенлері юқма зарардан насыл қорчаланалар ве бұл вақыт ненен ұғырашалар. Сылтынесі Такаева тариф етежек. Вот обрабатываем каждые 2 часа. Людмила Абрамованың бір сабасы дезинфекция кечерулівінден башлана супермаркетнің хадимы күн девамында бұны бір қач кере япа. Шымды бұ бір хадимнің борджедір. Соблюдаем порядок, режим. Тикенларда чешет махсулат бар, фиатларда денешмеді. Все продукты соблюдаются в той же цене, то есть ничего не поменялось. Поставщики нас отгружают полностью, в полном объеме. Никакого дефицита товара у нас нет. Базарда вақыт олғаны кебі Чалыша Февзи Исмаилов 13 жылдан берілі иш еріні кираға алып ет сата. Бұ енгіл олмаған вақытта сәкендеріні қой ве тувар етінен тәмін еті. Ет чоқ, амма алыжылар эксілді. Один день чуть больше, один день мало, потому что люди набирают и сидят дома на самоизоляции. Ялдада карантин девамында ашайт махсулатының фиатлары мониторинг етіле. Қанун бұзужиларға қаршы пара жазасы тәйінлене. Проводится работа по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли, а также по выявлению магазинов, которые не имеют права работать, однако открываются в нарушение указа номер 63. График бойынша шәрді тек жемаат нақлиеті Чалыша автобуслар арасында бош вақыт артты. Бір рейстен сон автобуслар дезинфекция етіле. Проверяется, как проводится дезинфекция, то есть все соблюдается. Конечно же, и попадаются нарушители, мы сразу же принимаем соответствующие меры. Даже иногда мы запускаем маршруты в первую очередь для того, чтобы мы могли перевозить наших сотрудников здравоохранения, медсестер, поэтому на этом сейчас делаем очень большой акцент. Шерде эпысы дени мерkezler капалы, джамилер бош, тек минареден эзан сесы янгырай. Естественно, сбор и все прочее сейчас не проходят. Дженазе, если даже есть, вот недавно было в Краснокаменке, в Хызылташе Дженазе, буквально присутствовали только близкие. Ялы кенарында ерлешкен шер бош қалды. Шифаханеті Давилев ве Мусафырхане комплекслері қапалы. Одаларны белден бронь етмек ясақ. Администрация Ялты в ежедневном режиме, мы ведем, наши сотрудники ведут мониторинги всех объектов. И были выявлены ряд таких гостиниц, по которым уже были проверки с привлечением сотрудников УВД города. Кунешли Ялтада самоизоляция низамыны бозганлары сасен эсле башла адамлар. Для чего, с какой целью вышли на улицу? Мне надо заправить телефон. И все, интернет.
сказал, не подходите ко мне. Шернін диққатқа лайық еріде Бождегіл ялы кенарында сакенлер ратланалар, ама маскасыз ве қолчақсыз. Балаларыны да янларына алғанлар. Енді ярындан башлап Қырым бойынша қатты низам көрсетілі. Полис хадимлері регионның соқақларында незарет етежеклер ве қанун бозғанларының епісіне қаршы пара жазасыны тәйінленежеклер. Евден тек пек керек олған вазиетте чықмаға мүмкін. Бұл тибби ярдымға ихтияч, ашайт масуатыны сатын алмақ, яда илячханеге бармақ кереклігідір. Султанис Такаева, Арсен Фукала, Миллет үшін. Сидим дома Ялта конкурсынан беңлер жештіракчысы беңлер жемақали вен мысачыне шыратталар қоланыжылар самоизоляция дебамында вақытларының асыл кечіргенлер ақында фото ве видеоларны дарқаталар. Ичтимай жетін мойым адамларға әрбір істеген қошула бөле. Бұның үшін бош вақытыңызның асыл кечіргеніңіз ақында о сәфенізде тариф етмек керек. Емде мақсус хэштеглер қошмалы. Ең мерақлы месседжларны язғанлар, қыметлі бақшышлар елде етежеклер, тәфсілатлы малыматны епсі интернет топлылықларда тапмаға мүмкін. Шымдықыда қаға бұл епсі қаберлер кележекейінімізні 21.5-та қачырманас қайырлы ақшамлар.